Сәлем достар, бүгін біз сіздермен айнымалы тоқ тізбегіне жалғанған реактивті және активті кедергілер туралы есептерді шығарамыз. Бұл 8-ші жаттығу оқулықтағы бірінші есебі былай дейді. Айнымалы тоқ желісіне кедергісі R тең 40 Ом шайнек қосылған дейді. Егер желідегі кернеу амплитудасы УМ тең 311 вольт болса, қуаты және Т тең 3 минут ішіндегі бөлінетін жылу мөлшерін анықтаңыз депті. Бірінші есепте берілгені кедергісі беріліпті 40 Ом. Және кернеудің амплитудалық мәні беріліпті, максималды мәні 311 вольт. Енді Т тең 3 минут кезінде осыдан бөлінетін жылу мөлшерін және қуатын есептеңіз депті. Яғни орташа қуатты сонымен қатар жылу мөлшерін табыңыз депті. Енді айнымалы тоқ тізбегіндегі орташа қуатты есептейтін формуланы алдыңғы тақырыпта біз өткенбіз. Яғни П тең болады Im квадрат R бөлінген 2. Болмаса түрлендіретін болсақ, П тең болады УМ квадрат бөлінген 2 R болады деген сөз. Ом заңына сәйкес түрлендірсек. Енді УМнің орнына 311-дің квадраты бөлеміз 2 еселенген 40, яғни 2 көбейтілген 40, қуаттың ортақ өлшем бірлігін жазсақ, ватт. Сонда бізде мәні тең болады екен 1209 ватт деген сөз. Ал енді Q-ді есептейтін болсақ, Q-міз тең болады қуат пен уақыттың көбейтіндісі. Ескеретін жағдай, мына жердегі уақытты, яғни біз 3 минут болса, оны секундпен аламыз міндетті түрде. Сонда 3 көбейген 60, ол 180 секунд болады деген сөз. Яғни 1,2 көбейген 10-ның 3 дәрежесі деп ала салайық. Қуатты жуықтап көбейтеміз 180 секундқа. Сол кезде бізде шығады 216 килоджоуль шығады екен. Яғни осындай жылу мөлшері бөлінеді екен. Енді екінші есеп былай дейді. 57-ші суреттегі деген, яғни тізбекте ол жерде бір-біріне тізбектей жалғанған кедергі, резистор және шарғы, сонымен қатар конденсатор қосылған. Осылардан тұратын сурет көрсетілген дейді. Енді бірінші кедергілердің үшбұрышын тұрғыз дейді. Екінші тізбектің толық кедергісін анықта дейді. Үшінші қуат коэффициентін анықтаңыз депті. Алдымен берілгенін жазып алайық. Яғни R-міз тең 3 Ом, XL 6 Ом, X 2 Ом. Бізге табу керек Z-ті және косинус фиді табу керек. Z сонымен қатар косинус фиді табу керек. Енді Z-ті есептейтін болсақ, Z-іміз бізде түбір астында R квадрат қосамыз XL азайтылған X-ның квадраты. Мәндерін орнына қоятын болсақ, R-дің квадраты 9. Қосамыз XL-іміз 6, 6-тан 2-ні азайтсақ 4, оның квадраты 16. Сонда 25, 25-тен бізде 5 Ом шығады екен. Енді бізге үшбұрышын тұрғыз деген. Яғни, мына жерде R мен екі реактивті кедергінің айырымы 2 катеті болады да, Z-ті біз мына көлбеуіне салатымыз. Сонда Z-іміз мен қазір масштабпен салып қойдым. Яғни, егер Z-ті сіздер 5 сантиметр ғып салсаңыздар, демек бізде R-іміз 3 сантиметр ғып салыну керек деген сөз. Ал онда сәйкесінше мына екі реактивті кедергінің айырымы 4, ол бізде мына жаққа салынады деген сөз. Сол кезде бізде мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Яғни, мына қабырғасы ол бізде R, ал мына қабырғасы XL азайтылған X, мына қабырғасы Z. Яғни, осындай масштабпен үшбұрыш салсақ жеткілікті. Толық кедергісін таптық, ендігі табатын нәрсеміз бізде қуат коэффициенті дейді. Яғни, косинус фиді тап дейді. Косинус фи дегеніміз R бөлінген Z болады. Яғни, R-іміз бізде 3 Ом, бөлеміз Z-іміз 5 Ом, тең болады 0,6. Яғни, бұл деген жалпы өндірілген
айнымалы ток генератордан өндірілген энергияның 60% жаңағы жүктемеге жұмсалады дегенді, яғни пайдалы жұмыс атқарып басқа энергияға түрленеді дегенді түсіндіреді екен. Балалар, есептердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.